Бүгін 25-і 7 ай 2021 жыл мен ауылдарды сайлау учаскелерін өзімді тәуелсіз бақылаушы ретінде сырттан болса да бақылайыншы деп келіп кетіп аралап жүрмін. Қазір өз қаржыма ешкім мені жаңағы жұмсап отырған жоқ. Өзім Қазақстан Республикасының азаматы ретінде Қазақстанда демократия бар дегеннен кейін келуге келіп тұрмын. Қазір мысалы мен Қожамберді ауылында тұрмын. Қожамберді ауылының әкімі кім бұрынғы, оны да білмейді екенмін, шынымды айтсам. Ешкімге де жақтаспаймын. Просто әділдікті білу үшін келіп тұрмын. Бұл жерде қазір халық өте аз келіп жатыр. Әкімнің сайлауына мен айтқаннан кейін бір-екі адамды звондап болса да шақырған болу керек. Бір-екі адам машинамен кірді. Сосын өздерінің заңдылықтарын айтады. Жаңағыдай маска тағып жүруге, вакцина салғандарға тақпай жүруге рұқсат дейді. Оны Тоқаев шығарған деп қояды. Бізге ешқандай нені бермейді, жаңағы заңсыз бермейміз. Кімдер түсіп жатыр сайлауға? Неше адам бар? Сондайды, мысалы, бұлар егер әділ, аппақ, әділ өткізіп жатса, сайлауды айту керек. Мынанша адам бар, мынанша халық бар, мынандай келіп жатыр деп сайлау төрағасы, мына жердегі учаскенің төрағасы айту керек. Ал ол айтпаймын дейді. Значит, жасырып тұр. Неге оны жасырады? Не, ода тұрған не бар екен? Айтсын. Осындай деп. Ал біздің тәуелсіз бақылаушыларды, өзіміздің тәуелсіз бақылаушылар бар, бақылаушылар альянсы бар. Соларды бақылаушылардың біздің жолдамамызды қабылдамайды. Ұлты аны сайлау өйткені оқиды, соқиды, поқиды. Анау мынауың дұрыс емес, ана жерде сен, мына жерде дұрыс емес, бізді қабылдамайды. Өйткені біз тәуелсіз, біз айтамыз шындықты, қабылдамай жатыр бізді. Ковид тапсыруың керек дейді, ПТР тест. ПТР тест тапсырамыз мақұл. Оны шынында солай қылып шын нәтиже шығармайды. Ковид қып жатқызып қою мүмкін. Сондайда сыбыс естігесін мен өзімді ковидте тапсырған жоқпын. Сосын кіре алмай жүрмін. Қазір іште толқы халық партиясы дейді, сосын жаңағы Нұр Отан партиясы ғана бар бұларда. Ол Нұр Отан бәрібір сол ненің сөзін сөйлейді. Нұр Отаннан кеп сайланған адамдардың, Нұр Отаннан кеп жаңағы кандидатурасын ұсынған адамдар бар ғой, жаңағы ішке, әкімдікке. Соларды ғана отырады ғой, сөзін сөйлеп болды. Қазір мына жерде халықтан адамдар көбісі айтып жатыр. Олардың бәрі былай телефоннан қорқады, өйткені оларды қысады. Біз сайлауға бармаймыз дейді, ауыл адамдарынан сұрасақ. Ешкім келіп жатқан жоқ. Өздері шау жүр ішінде. Ары бері. Сайлауларына сәттілік тілейміз. Өздері Нұр Отандар сайлап алады, болды, басқа ештеңе емес. Маска тағып келеді ғой. Маска, мына жерде сіздер өздеріңіз дайында, маскасы жоққа маска берулеріңіз керек. Алып келсін тағы да. Осы жердің әкімі алып келіп қойсын масканы халыққа. Маскасыз кірмейді, кіргізбей жібереді, сосын өздері сіздердің орындарыңызға дауыс салады. Маска жүзі тұрса да, сіздің халық қанша, сонша халыққа маска кеп қою керек. Сапқозда маска қай жерден сатып алады бұлар? Бірінші соны аузыңыздағы масканы сіз беруге болмайды ғой ол. Болмайды сол. Ақыры заңға келіп тірелетін болсаңдар. Кейден ауылы, бұнау Кейден ауылында қазір сайлау учаскесі. Даже маска беріліп атқан жоқ. Маска дегенде сіздер мыңдап әкеп қойыңыздар, қанша халық бар, сонша халық әкеп қойыларыңыздар, 100 адам демей. Нағып тығып отып, енді шығарып атсыздар оны. Ар жағында магазин бар ма? Магазин бар ма ар жағында? Бақтияр мырзаға бұл жерге сайлау, Бақтияр болса халық қарсы. Барлығы қарсы. Кеше қанша көтеріліске шыққан халықты біз жауып тастадық. Көтеріліске шыққан бізден халықты жауып тастады. Ана не қыпты, сағын сындырып тастады. Қарсы. Қазір ешқандай олай жасап жатыр, ешқандай жұмыс жоқ. Үгіт насихат ана сыртта кіре берісті. Екі әйелден дайындап қойса мен 1 сағат болды машина келіп тұрғаныма. Пыч-пыч деп кіргізіп жіберіп жатыр. Бар кел. Мен көріп тұрмын көзіммен соның бәрін. Ешқандай мен өз басым жауап беремін. Мынау кислотный заводты құртатын сондай басшы керек бұл жерге. Ондай ана Бақтияр солардың сөзін сөйлеп отырған керек жоқ Бақтияр. Халыққа қарсы, халық қарсы болғасын кімді сайлап жатсыздар? Өздеріңіз қайта көйлек киіп шыға беріңіздер. Жоқ, олай болмайды, сандуғаш ондай. Қазақстанда демократия
бар болғасын өзім азаматтық позициямды білдірейін, көрейін деп Қызылорда облысы Жаңақорған ауданындағы ауылдарды аралап жүрмін қазір. Қарамай кете беріңіз, алдыңызға қарап. Мынау Қожамберді ауылындағы сайлау учаскесі. Бүгін ауыл әкімдерінің сайлау болып жатыр. Соның ішінде Қожамберді ауылына міне сайлау үйі. Бұл жерде сайлау болып жатыр дейді. Бірақ ешқандай халық келмеген, халық жоқ. Сайлау пустой. Мына жерде науысы қосылып тұрған жоқ. Адам кіргенде қосылу керек қой. Қосып қоюларыңыз керек қой енді сіздер. Вакцина бәрі салдырса да, мен салдырмағам. Мен сайлауға кеп тұрған жоқпын. Мен блогер ретінде демократия бар деп мен өзімді көріп кептім сайлау үйінде. Қазір сайлаушылар кеп жатыр ма? Адамдар кеп жатыр ма? Шын жоқ қой? Қалайсыз? Науыз қосқоймайсыз ба енді? Кіргенде адам, любой адам кірсе де қосып тұрған. Біз вакцина салғанбыз, сосын қоспаймыз дейді. Жауабы солай дейді. А сіздер дайындап қойған адамдарыңыз. Бақылаушылар бар ма? Бақылаушылар бар. Қандай неден, партиядан бар? Сіз қазір түсіріп тұрсыз ба? Түсіріп тұрмын. Сіз түсіруге рұқсатыңыз жоқ? Неге рұқсатыңыз? Шығыңыз, осы жақта түсіре беріңіз. Неге түсіргілмейді? Неге түсіргілмейді? Сіз байқаушысыз ба? Байқаушы болуға біздің партиядан қазір кәдімгі тәуелсіз бұл бақылаушыларды бұрынғы болған президенттің кезінде кіргізбей жатыр. Қырсып, неше түрлі қылып. Сондықтан сіздерде бақылаушылар қазір кімдер? Қай партиядан отыр? Сіз енді сайлаудың төрағасысыз ғой қазір, иә? Осы жерде учаскінің, иә? Үйінің. Айтыңызшы, кім, қандай партиядан қазір нешеу бақылаушы бар іште? Оны сізге мен есеп бермеймін ғой. Жоқ, только Нұр Отаннан, Халық партиясынан ғана кіргізіп тұр, иә, бақылаушыларды? Бақылаушы әртүрлі партиялар. Қандай партиядан? Енді айтыңызшы сіз бізде. Жоқ, мен сізге есеп бермеймін. Есеп бермесеңіз де халыққа есеп беріңізші сіз. Халыққа сіз ақпыз, әділ болсаңыз беріңізші. Ретімен есебін береміз. Берсеңізші енді заңдылық, қандай заңдылық керек? Айтсаңызшы сіз. Тәуелсіз ретінде айтсаңызшы. Ешқандай бақылаушы жоқ іште. Только Нұр Отаннан бар бақылаушы, өтірік айтпаңыз. Соны айтсаңыз, сіз одан соны айтыңыз. Нұр Отаннан бақылаушы бар, иә? Бар. Барлық партиядан бар. Барлық партиядан жоқ. Көрсете қойыңызшы. Ана өшірсеңіз кім? Вакцинаны салдырған екен. Телефон мынандай қосып қоятын ба? Маска тағуға да рұқсат деп өздері тауып шығарды ғой. Яғы өйтеді, ол мына қосылмайды бір нәрсе деген. Маска тағылмай ма, тағылмайды деп айтылады. Кім айтты оны? Оның өзі өкіметтің өзі айтылып отыр қазір. Маска тақпай ақ қойыңдар деп өкімет айтты ма? Маска тақпаңдар, вакцина екеуіне алғаннан кейін деп айтып жатыр мысалы. Неге олай оны? Жоқ, басқа маска, вакцина тақпағандар келеді ғой, біз салмағандар келеді ғой бұл жерге. Вакцина салмағандар келеді ғой мына жерге бәрібір. Ана масканы сіз дұрыс тағуды үйреніңіз бірінші, вакцина тақсаңыз да. Вакцина салсаңыз да болмайды бәрібір. Болмайтын нәрсені айтып қойсаңыздаршы. Неге болмайтын нәрсе? Үйретіп қойған нәрсені дұрыстап үйреніп алмайсыз ба бірінші? Кімдер бар айтсаңызшы? Айта алмайсыз ғой. Ой, сізге мен есеп беруге құқығым жоқ, еш нәрсені неге қылмайсыз. Есеп бере алмайсыз. Келдіңіз ба, өзі блогер ретінде ана жерде тұрып түсіріңіз. Ішке кіруге сіздің қағазыңыз жоқ. Жаңа енді айтты ғой, кіре беруге болады деп тұр ғой. Олар білмейді ғой. Вот именно біздің бақылаушыларды кіргізбей тұр. Былтыр кіргізгенсіздер, былтырдың өзінде осы жерде қаншама біз ана Қосановтың кезінде қаншама былықтарыңызды біз қойған бақылаушылар осы жерге. Заңды түрде байқаушы ретінде Алматы сайлау комиссиясына тіркеліңіз. Вот именно тіркемейді. Вот именно сіздер только Нұр Отанның партиясының бақылаушыларын кіргізіп алып отырсыздар. Соларды ғана кіргізіп алып отырсыздар. Қазір сайлауға қазір кім келді? Мен тұрайыншқа бір сағат тұрайын. Осы жерге адам келе ма, көрейік, сайлауға кіре ма? Звондап шақырыңыздар сайлаушыларды. Болмаса келмейді ғой, мына жерге тұр. Сайлауға адам келіп жатқан жоқ қой қазір. Кімді өздеріңіз тапырлап жүрсіздер іште? Іштен қазір 5-6 адам шығармай қойыңыз олар. Келіп кету керек. Қанша адам тапырылып жатыр? Мен жаңа ауылдарға барып жатырмын, тапырылып жатыр. Түс болды. Түске қарамайды сайлаушылар келем деген. Жауап бермесе дейді. Не еткен жауап берсе? Мен провокация жасап тұрған жоқпын. Провокация вообще жасап тұрған жоқпын. Не жасап тұр мен провокация жасайтындай? Не жасап тұр мен? Өзі сөйлеп жатыр ғой оны. Мен сізге ғана сұрақ қойға келіп тұрмын сайлау несіне. Қандай бақылаушылар болып жатыр? Бақылаушылар жоқ, ешқандай. Только Нұр Отаннан, Халық партиясынан ғана 2 бақылаушы бар, болған шығар, басқа жоқ.
келеді. Өзгент ауылы, мынау жаңағы Өзгент ауылындағы сайлау учаскесі. 328-ші сайлау учаскесі дейді. Бұл жерде халық түске дейін келіп кетті. Қазір халық жоқ. Түске күн ыстық келмейді халық дейді. 428 адам келіп қойыптымыз. 428 адамды түске дейін ыстық болды ғой, осы ыстық болды ғой. Өздеріңіз толтырып қойып отырсқан шығарсыздар мүмкін. Оңақтан біледі. Бізге жүруге болмайды. Біз демократия болғаннан кейін, тәуелсіз Қазақстанда жүргеннен кейін біз жүреміз, келеміз, көреміз. Неге көреміз? Сырттан болса да бақылаймыз. Маған кеп бір қастығы барады ғой, мен нақты сұрақ кеп қойып тұрмын. Азаматша ретінде, осы жердің туған азаматшасы ретінде. Ал сіз бір қастығы бар адам болса, маған не құтты ойлап тұрсыз, осы қастықпен келіп тұр деп. Ана жаңағыдай болып тұрғансыз ғой, сіздікі ойыңыз. Басқаша оймен сіз қазір бұзып тұрған нені. Мынау сайлау төрағалары, сайлау үйінің Жаңақорған ауданындағы. Мына сайлау қатшыларыңызды, төрағаларыңызды эмоцияға берілмейтін сондай қылып қойыңыздар. Оқыған, тоқыған әбден дайындайсыздар ғой, солай қылып қойыңыздар. Қазір мен Өзгент ауылының есіне барлық ауылдарды аралап жүрмін, учаскесінде. Адам келіп тұрған жоқ, мен осы жерде 20 минут 30 минут тұрып көрейін, адам келсе көрейін. Жаңа мен 1 сағат тұрғанда Қожамберді ауылында 3-ақ адам келген. Егер шынында халыққа нақты адам керек болса, келеді. Өйткені халыққа керек емес ондай адамдар. Не істеді? Бұрынғы көшенің әкімі не істеді? Не істеп қойды? Дымда істеген жоқ. Құдай газонын тастаған жоқ. Пырым газондарын бәрі. Жерін бермейді, суын бермейді халықтың. Жылап еңіреп жүрген халық. Кел, мұғалімдерді мен қамап қойып, дәжеге қойып, анауғыма сұрақ қойма деп. Ал шақырыңыз халқыңызда, келсін, дауыс берсін. Кімге дауыс береді? Бермейді. Мен жауап бермеймін, жауап бермей қой. Біз тәуелсіз адам ретінде қоя аламыз, туған жерімізге келіп істей аламыз. Сен кімсің демей. Сенсің ба қожа, сен қуып жүресің ба бізді? Ал келсін, көрем қазір, осы жерде 20 минут 30 минут тұрам. Келе ма көрші, келмейді адам. Сайлауға өтіріктен 428 адам деп өтірік айтты. Түске дейін 428 адам келу мүмкін емес. Келген адамның әрқайсысының ана жерде қол қойылады ғой. Соныкінің бәрімен тексерту керек екен сіздердің бәрін. Мына сайлау жұмыстарына байланысты осындай пол жуатын кісілерге, жаңағы санитарка, тазалықшыларға сіздерге жауап беруге рұқсат берді ма? Егер осы жерге сайлаушы келсін, сырттан бір сұрайтын белсенді азаматтар келсін, бақылаушылар іштегі, басқа да адамдар келсе, сайлауға осындай жауап беріңіздер, осындай алданшылық сөйлеңіздер деп сіздерге не тапсырма берілді ма? Көлеңкелеп тұрмыз. Жоқ, тапсырма берме. Сіз маған неше түрлі сұрақты қойып жатсыз, сіз болмайды анымды. Мен ойладым, осы жерде сіздің бір сайлаудың ішінде жүрген бір мүшесі ма деп ойладым. Комиссия мүшесі ма мүмкін? Комиссия мүшесі болса сөйлемейсіз ғой. Мен комиссия мүшелері отыр, сұрақты қойып отырмын ғой. Құста да жауабымды алып отырмын ғой. Мен сізді бағанан бері отырмын, тазалық. Отыр ғой, ана жерде несі тұр, анау Ядыгаров Әлімқожа деген жазып отыр ғой. Не болып тұрсыз сіз қазір? Не болды? Бақылаусыз ба? Жоқ, қандай неден партиядан келіп тұрсыз? Ақжол партиясынан ба? Қан көрсетіңізші. Куәлігіңізді. Енді іште отпайсыз ба бақылаушы болғаннан кейін? Мына кісі Акибаттан келіп отыр. Сайлаушы. Міне ана отыр несі. Жаңа қатшысы, сайлаудың қатшысы. Бірақ мен сол кісіге сұрағымды қойдым. Болды. Сіз кеп отыр ғой, мына жерде қарауыл отыр. Сіз просто менімен бір басараздығыңыз бардай, болмаса мені ала алмай қалған ақыңыз бардай сұрақ қойып тұрсыз. Олай сұрақ қоймаңыз болды. Мен осы мен қазір сайлау орталығы, Жаңақорғанның сайлау орталығынан сұраймын. Сіздер сайлау үйінде тазалықшыларға осындай беріп қойдыңыздар ма билікті? Келген адамға сұрақ жауап қойып тұр деген. Болды, осы сұраққа жауап беріңіздер.